Hello this is Күнзеле апай. Біз бүгін Катара мен Соканың мультиктағы ең бірінші сөйлесуін талдаймыз. Сол бөлімді мен қазақша дыбыстап Instagram парақшама салып қойғанмын, тамашалағыңыз келсе. Бірақ қазір біз оның ағылшынша нұсқасын талдаймыз. Well, let's get going. Бірінші Сока не дейді? Осы жолы құтыла алмас дейді. It's not getting away this time. Get away дегеніміз ол қашып құтылу. Away. Алшақ дегенді білдіреді. It's not getting away. Қашпайды дейді, я? Present continuous пен айтып жатыр. Демек, дәл қазір қашпайды. This time. Осы жолы. It's not getting away this time дейді. Watch and learn Катара. Қарада үйрен Катара. Бұйрық раймен айтып тұр, сондықтан етістіктерде ешқандай жалғау жоқ. Балықты осылай аулайды. This is how you catch a fish дейді. This is how, осылай, you catch a fish. Catch дегеніміз ол аулау. Балықты осылай аулайды дейді. Сока. Сока, look дейді. Сока, қара. Бұйрық раймен айтып жатыр тағы да қара деп Катара. Шш, Катара, you're gonna scare him away. Үркітіп аласың дейді. Scare someone away, scare something away деген үркітіп алу. Scare деген ол қорқыту, away деген бағанағы айтқандай алшақ, scare away. Қорқытып, үркітіп жіберу деген сөз. You are going to scare him away дейді. To be going to do something деген ережені қолданып тұр. Бұл жайлы мен сабақ жасап, осы арнама салып қойғам, көргілеріңіз келсе. You're gonna scare him away деп, you are going to scare him away деген сөзді қысқартып тұрғаны ауызекі сөйлегенде going to, gonna болып қалды. Піскен иісін қазір-ақ сезіп тұрмын дейді Сока. I can already smell it cooking дейді. I can деген ол жасай алам деген грамматика. Already әлде қашан, smell, иісін сезу, smell it cooking. Пісіп атқан сезіп тұрмын дейді, әлде қашан, қазір-ақ. Бірақ Сока, біреуін ұстап алдым дейді Катара. But Сока, I caught one. Caught дегеніміз ол сол бағанағы catch-тің өткен шағы. Біреуін ұстап алдым, I caught one дейді. Сосын Сока, осы неге су дуалап ойнағаныңда үнемі су болатын мен дейді. Why is that every time you play with magic water, I get soaked? Why is that? Неге осылай? Неге солай дейді? Every time, әрдайым, you play, сен ойнағаныңда with magic water, сиқырлы magic, дуаланған, оқылған сумен ойнағаныңда I get soaked дейді. Мен су-су боламын. Get soaked деген су-су болып қалу деген сөз. Бұл дуалау емес, суды ию дейді Катара. It's not magic, it's water bending. Water bending. Бұл жерде bend деген сөз, ол ию, майыстыру, бұлай. Сонда water bending деген ол суды мен сиқырлап жатқан жоқпын. Суды бүйтіп иіп жатырмын дейді Катара. Сонда Сока, жә, біздің халқымызға ғана тән көне шеберлік, анау-мынау дейді, жә, жарай деген сөз ол. An ancient art, ancient деген ол көне деген сөз. Art ол өнер, шеберлік. Unique, ерекше. To our culture, біздің мәдениетімізге, немесе біздің халқымызға ерекше, біздің халқымызға ғана тән көне шеберлік дейді, бла, анау-мынау. Көп сөз болғанда осылай айтсақ болады. Айып етпе. There's no water. I wish I could water bend some water. Айып етпе. Егер шын күштерім болса, бір түрлі екенімді елге көрсетпеуші едім деп Сока бір ауыр сөздер айтады. Look, I'm just saying, if I had real powers, I'd keep my weirdness to myself дейді. Look, қара, тыңда деген сөз. I'm just saying, осы сөз тіркесін осыдан кейін арғарай сіз мүмкін бір кішкене ауыр тиетін, ренжітіп қалатын, немесе ешкім сұрамаған бір ойыңызды айтқыңыз келсе қолдансаңыз болады. I'm just saying, тура мағынада
менің айтып жатқаным, мен айтқым келгенім, ренж қалма, айып етпе. I'm just saying, if I had real powers, менде шын күштер болса, бұл conditionals, егер де мен былай жазсам, былай болушы еді деген ереже, ол жайлы мен әлі сабақ жасап, осы арнаға саламын. If I had real powers, шын күштерім болса, I'd keep my weirdness to myself. I would keep деген сақтау. Weirdness деген ол weird деген сөзден. Weird деген ол біртүрлі деген сөз, кішкене жағымсыз мағынада. I would keep my weirdness to myself. Біртүрлі екенімді өзіме сақтаушы едім. Бүйтіп тығып ішінде көріспе, ешкімге айтпаушы едім дейді, біртүрлі болсам. Оған қатары не дейді? Мені біртүрлі деп тұрсың ба дейді. You're calling me weird. Бұл жерде ол сұрақ қойып тұр, бірақ байқасаңыздар, to be алдына шықпаған, Are you calling me weird деп тұрған жоқ, жай ғана хабарлы сөйлеммен сұрақ жасап тұр. Осылай ауызекі сөйлегенде сұрақ қоя берсеңіздер болады кейде. You're calling me weird. Present continuous пен жатыр. Дәл қазір. I'm not the one who makes muscles at myself every time I see my reflection in the water. Су бетінен түрімді көрген сайын бұлшықетімді томпитатын мен емес деді, қатары. I'm not the one, мен емес, who makes muscles at myself. Make muscles деген былай бұлшықетімізді томпитып өзімізге қарап тамсану. Make muscles at myself every time, әрдайым, I see my reflection. Reflection деген ол судың бетінен, айнаның бетінен көретін бейне. Every time I see my reflection in the water. Су бетінен өз бейнемді көрген сайын бұлшықеттерді томпитатын мен емес деп қатары осылай сокаға жауап қайтарады. Енді осы кіші сабақ ұнаса, осы видеоға лайк басыңыздар, баршамен бөлісіңіздер. Бұл менің арнама көмек болады, осылай рахметтеріңізді білдірсеңіздер болады. Және мен ағылшын тілінен сабақ беремін. Егер де ағылшын тілін қызықты және түсінікті қылып үйреніп тез сөйлеп кеткілеріңіз келсе, менен сабақ алыңыздар. Well, I'll see you in the next video. Bye.